Сәлем достар, мен Алинама қош келдіңіздер. Достар, бізде бүгін ауылдағы өмірдің екінші бөлімі сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ал ендеше біз тезірек сериалымызды бастайық. Так, тұрайын. Қыздарды оятайын. Сара, тұр. Қызым, тұр. Неге ерте оятып жатсыз? Енді сендер ауылға баратындарын ұмытып қалдыңдар ма? Жарайды. Заттарын жинай берем. Қыз. Жуынып кел бірінші. Ұйықтап жатыр ғой. Ой, тұр, қызым, тұра ғой. Қызым, тұр. Не істеп оятамын мен енді? Ай, қызым, мысың жылап жатыр ғой, тамақ бер деп. Ау, тамақ берейін ба? Ой, мам, ұйықтап жатыр ғой әлі. Тезден заттарын жина. Ауылға кетеміз ба? Ауылға барасыңдар. Қыз, мен барып Айдарды оятып келейін. Мен заттарымды жинай берем. Балам, тұра ғой. Тұр, ауылға кетесіңдер. Ауылға ма? Жарайды, қыз. Тезе жуынып алайын. Бұл үшін мен қашан жуынамын? Күте тұрсайшы. Бірінші үлкен бастайды. Тұр, қашан арайды. Ой, наконец-то. Все жөндерімді, заттарымызды жинай берейік. Ал қандай болады екен? Так, чемоданымды дайындап қойды ғой. Бірінші мен чемоданыма киімдерді салып алайын. Мына мен гитарам. Мынаны аламыз. Мынаны сосын болды. Сумкама. Бәрі симайды ғой. Енді бұл тамақ жей алмайтын шығар. Тұр, симайды. Мен мысам сонда ашып қалама. Жарайды. Все, мен заттарымды жинадым. Енді мысып кел. Сұнқаға тұр. Все, мен болдым. Так, мен чемоданым. Мен бүгін барғанға негем. Мынаны киейін. Осыны киемін. Енді чемоданыма пижамамды, киімдерімді салып алайын. Киімдерім сонша көп болып кетті. Жарайды, ал енді сумкама мен косметикаларымды саламын. Палеткамды да ала салайын. Тұр, мынау да сыймай ма? Жарайды, кетпей қойын. Все, мен дайынмын. Ерболат тас ұйықтап жатқан несі тұр бұл? Қыз. Тұрсыңшы, қосың, балалардан ұят қой. Балалар сенен бұрын тұрып қойған. Сағат қанша болды? Сағат 7 болыпты ғой.
Иә, тамағымызды ішіп болғаннан кейін ауылға барасың аға. Иә. Барлық заттарды жинап болдым. Кубоктердің біреуін қалдырдым. Все, бәрін алыппын. Мама, пап, сау болыңыздар. Иә, болды, енді бара беріңдер. Айтпақшы, сендерге бірдеңе айтуды ұмытып кетіппін. Сендер ауылда 1 жылға қаласыңдар. 1 жылға? Сол мектепте оқимыз ба не? Ой, не. Жарайды, болды, шығыңдар енді тез. Келіңдер, балалар. Мына жер жаман ғой. Иә, өте жаман болды. Қыз мен чемоданын ұстап жүрейін. Иә, мен мысығын ұстап жүрейін. Жүріңдер. Билет алайық. Сәлеметсіз бе, бізге билет бересіз ба? Иә, қайтып тұрыңыздар. Мінекей, болды. Иә, рахмет сізге. Ай, қызым, неге мысығыңды аласың? Мысықты алып келуге болмайды ол пойызға. Ой, енді мен не істеймін? Онда сумкама салып алайын. Жүріңдер, кеттік. Все, пойызға да жеттік. Чемодандарымды үстіге қойыңдар. Сумкаларымды бәрін. Жарайды, бірақ менің ішімде мысығым бар ғой. Ладно. Все. Төбеге қойыңдар, үстіге. Ол енді отырыңдар тыныш. Или ұйықтайсыңдар ма бар? Мен ұйықтаймын. Мен де ұйықтаймын. Онда ар жаққа барыңдар. Жарайды. Так, сен қай жерге жатасың? Мен төбеге жатқым келеді. Онда мен астыға жатамын. Қашан жетеміз? Қазір жетеміз, кете тұрсайшы. Жетемін, ақылды. Мына сонда ауылма. Жоқ, әдемі емес қой. Айттыңыз ғой бізге әдемі деп. Ой, сендер көрмедіңдер ғой ауылдың табиғатын. Сонда біз не қайда тезірек барайықшы, әйтпесе мен мына орталықтардан қорқып жатырмын. Жүріңдер, біздің ем жақта. Жүрсейші. Все, мына біздің ет, жүріңдер, келіңдер. Душ қайда жумбай сасып жүре бере ма соны? Жүріңдер, кіріңдер. Сендерді үйді таныстырып шығайын. Ата-әжелер қайда? Олар гостиныйда отыр ғой. Ой, мен немерелерім келіп қалыпты ғой. Ой, жандарым сол. Қалай жеттіңдер, қалайсыңдар? Сөйтіп сұрағанда бәріміз жақсы деп айтамыз ғой. Все, келіңдер, ал үйді таныстырайық. Ой, енді Саида сен үйді таныстырып шығайын. Я, мына ұзақ қалыңдар шу салды. 1 жылға қалуға келдік қой біз. Күшті ғой. Жүріңдер, сендерде үйді таныстырайын, жүріңдер. Ана кухняны көрдіңдер ғой. Ана жақта бізге бұл біздің бөлмеміз ба не? Кішкентай ғой. Жоқ, бұл ата-әжелердің бөлмесі. Жүріңдер, былай қарай жүрейік. Бұл жерде бізде гостиная, мына жерде бәріміз тамақ ішеміз. Старо. Я, ал келіңдер, мына жерде мынау біздің бөлмеміз. Не? Мынау біздің бөлмеміз ба не? Бір түрлі ғой. Мен бұндай бөлме болады деп күтпедім. И то неге өте кішкентай, и бәрі біздің бөлмеміз бөлек-бөлек бола ма десем. Енді үйреніп кетесіңдер. Ал енді заттарыңды жинастыра беріңдер. Бірақ заттарымызды қайда қоямыз? Заттарыңды мына жерге киімдеріңді қоясыңдар. Ана жерде тағы да киімдеріңді қоюға болады. Мен сонда кубоктарымның бәрін қайда қоям?
оны білмеймін. Заттарыңды орналастыра беріңдер. Кішкентай бөлмеге заттарымызды әлі секілді қой. Ана жерде түкті киімдер қоюға исімалып жарайды. Мен киімімді ауыстырайын. Мама киім. Жоқ, мынаны киіп жүре берейінші. Шаршап кеттік қой. Мына ауылдардың өте ужасный ғой. Иә. Так, мынаны киейін. Сендер ауылда қалай тұрасыңдар? Енді кәдімгі. Достар, осымен біздің екінші сериалымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал ендеше барлықтарыңызға сау болыңыздар.